Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше дәмді жұпар иісті марокко шайын дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дайындау үшін бізге қажетті ингредиенттер: апельсин, көк алма, лимон тілімдері, жалбыз жапырақтары, науат, 1 шай қасық қара шай, 1 шай қасық көк шай, 1 шай қасық корица ұнтағы және де ыстық қайнап тұрған су. Алдымен апельсин, алма, лимонды тілімдерге кесіп алып, жалбыз жапырақтарын сабақтарынан ажыратамыз. Демдейтін шәйнек алып, үстіне кесілген алмаларды салып шығамыз. Апельсиндерді салып шығамыз. Лимондарды саламыз. Қызыл апельсиндерді саламыз. Жалбыз жапырақтарын саламыз. Науатты саламыз. Көк шайды және қара шайды және де корицаны салып, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Ыстық суды қолданғанда абай болыңыздар. Қасықпен араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Біздің ерекше дәмді жұпар марокко шайымыз дайын болды. Рахаттанып іше берсеңіздер болады. Шайларыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сен нұсқасын таңдап қойыңыздар. Келесі кездескенше.